Сәлем достар, бүгін сіздерге осындай бір жасағаннан шығатын шоколадный бисквиттің рецептісімен бөліскім келіп отыр. Бұны пропиткасыз просто как пирог ретінде жасасаңыз да болады, немесе торт, арнайы шоколадный торт ретінде арасына арнайы крем жағып бекітіп жасауға да болады. Ол үшін бізге 5 жұмыртқаларымызды жарып, миксерменен 1-2 қозғап аламыз. Осындай көпіршік пайда болған кезде қантымызды 2-ге бөліп, жеке-жеке салып, жақсылап аппақ болғанша араластырасыздар. Араластырғанда да осындай воздушный болып шығу керек, 2 есе көбею керек біздің массамыз. Сосын оныған үстіне сүт және де сұйық майымызды қосып араластырамыз. Енді қасықпенен төменнен жоғары қарай осылай ақырындап араластыруға болады. Енді миксер қолданбай қойсаңыздар болады. Енді соңғысы біздегі құрғақ массалар ұн, какао және разрыхлителді алдын ала ситодан өткізіп, жаңағы сұйық массамызға 2-3-ге бөліп, осылай ақырындап араластырасыздар. Төменнен жоғары қарай араластырамыз, осындай воздушный масса пайда болғанша. Енді дайын болған массамызды противенге құямыз. Менде 23 см диаметрі противеннің, немесе торт жасаймын десеңіздер, осындай 16 диаметр 16-18 етіп кольцоңызды дұрыстап дайындап, астына фольгамен орап, төгілмейтіндей қылып. Сосын соны осы массамызды 2-ге бөліп, жеке-жеке пісіріп алсаңыз да болады. Мінекей біздің пирогымыз дайын. Яғни диаметрі үлкен противенге салсаңыз пирог ретінде жасауға болады. Егер диаметрі кішкентай қылып алсаңыз, онда орталарынан бөліп 4 қор жасап торт жасауға да болады. 23 диаметрлік противенмен қалыңдығы осындай болды. Және де іші түгел піседі, және де влажный болып піседі. Оған арнайы пропитка жасап қажет емес. Егер жасайын десеңіздер де, өз еріктеріңізде кез келген, немесе осы пирогтың өзіне де ортасын кесіп, кез келген крем жасауға болады. Өте дәмді шығады және жұмсақ. Жасап көріңіздер міндетті түрде, ас болсын. Егер ұнаса, лайк басып, парақшаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Алла жазса көптеген рецепттермен бөлісетін боламын.